Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 3-ші бөлім махаббат пен абырой. Сабағымыздың тақырыбы ұшқан ұя повесіне қатысты менің көзқарасым. Оқу мақсаты шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Сабағымыздың соңында күтілетін нәтиже шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясы оның жазушылық шеберлігін халқымызға мойындатқан алғашқы шығармасы. Бауыржан Момышұлының тұлғалық болмысы халықтық педагогика негізінде дамытылып, патриоттық тәрбиені саналы меңгеруден тұрады. Бауыржан Момышұлына алдымен тұлға ретінде қалыптасу үшін әсер еткен басты фактор өзінің түлеп ұшқан ұясы. Сондықтан да Бауыржан Момышұлының өмірі мен шығармашылығы негізінде оқушыларды патриоттыққа тәрбиелеудегі мүмкіндіктер қарымды қаламгердің ұшқан ұя еңбегінен кеңінен қамтылған. Өйткені шығармадағы күллі дүниенің батырдың қабылдауы, сезім түйсігі арқылы өтеді. Бұған қоса повесте автордың балалық шағы қамтылады. Демек, онда Бауыржан Момышұлының қалыптасу шығармашылық процесі көрініс тапқан. Алдымен құндылық деген дүниенің не екенін түсініп алайық. Құндылық бір заттың маңыздылығы, пайдалылығы. Құндылық екіге бөлінеді: материалдық құндылық және рухани құндылық. Материалдық құндылыққа тарихи жәдігерлер, еңбектің тұрғын үйдің жағдайы, киімнің сипаты, сондай-ақ мемлекеттік жүйе, сот өндірісі сияқтылар жатады. Ал рухани құндылыққа ұлттық болмыс, салт дәстүр, білім, өнер, дін, тиісті идеялар, нормалар жатады. Сәйкестендіру: берілген үзінділерді материалдық немесе рухани құндылықтың қайсына жататынын анықтап сәйкестендіру. Ал енді сәйкестендіріп көрейік. Әкем басымнан сипап отырып: жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді дейді. Бұл рухани құндылық. Жаңадан билік құра бастаған орыс әкімдері алым-салық қағаздарын шығарып қол қою, бармақ басу деген әдетке айналды. Бұл материалдық құндылық. Менің кәрі апам қыз тумас, маған ертекті көп айтып, әлде әнді көп айтатын. Бұл рухани құндылық. Сайлау науқанында екі ұдай тартыс, пара беру, жала жабу, қулық сұмдық, болыстыққа талас, өрттей қаулай берер еді. Бұл материалдық құндылық. Бізде келесі тапсырма: үзіндідегі рухани құндылыққа байланысты өз пікіріңді жазыңыз. Шығармадағы құндылық. Әкем маған аты-тегіміздің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 атам жөніндегі білімімді тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатынын ол кезде кім білген? Осы үзіндіге өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Кері байланыс тапсырмасы: ел болам десең бесігің түзе тақырыбына әңгіме авторына хат үлгісінде шағын ой толғау жазыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.